деп. Қалың қалай, көңіл күй қалай? Жақсы. Анаңнан таяқ жеп болдың ба деп сұрайын ба, не дейін? Таяқ жеп болдым, сөз естіп болдым. Мамадан именно жігіт мәселесі болсын, осындай мәселеде қатты ұрыс естімеппін ше. Нотация. Иә, нотация бәрін айтып жатқан кезде кәдімгідей мама, пожалуйста, қойыңызшы деп сөйлестік, отырдық. Бәрібір де енді шешімді өзім шығарамын ғой. Көптеген көрермен кеше сені іздеді. Одан кейін Диананың салған стористері бар, ол жерде сен қолыңда чемодан, мен сені шынымен де кетіп бара жатыр екен деп қорқып кеттім бір жағынан. Бір үндеу жолдап едім саған. Көрдің бе оны? Ол кезде айттым, Залқар, кеткің келсе де, бәрібір кел, қоштассақ та сыйластықпен қоштасайық, әдемілеп сені шығарып салайық деп. Көрермендер әдетте жіберетін еді ғой, жіберген жоқ па? Жоқ, жіберген жоқ. Нұрлан досым салған стористе. Ал жерде кетіп атады деген бір сөз жазылған емес. Мен аузымнан айтылған емес ал нәрсе. Просто адамдар ушундай түшүнүп калыптыр да. Биринчиден эч жака кеткен жокмун, ушул жердемин. Бирок ашууланганың дегенмен бар сыяктуу, э? Мен акыркы эфирде олтурдум го, ошол күндөн кийин бир аз ачууланганым бар. Кече Дикош өзү дагы сторисине жарыялаптыр. Дикошко бир аз жазышканбыз, диалог болуп, Дикошту мен бардык жактан заблок кылып салганмын. Бугаттап тастадың? Иә. Мен соңку сөзүмдү айтканмын Дикошко. Эгерде мен заблок истемейтин болсам, Дикош кайта мага бирдеңе мен жазганыма ответ жазатын болсам, мен ал нерсеге жооп бермей кое алмайм да. Дикош өзү мага жазбай турган күндүн өзүндө де мен кайттан жаза берүүм мүмкүн да. Дико өзү дагы айтты, мага жазбай туруңуздарчы деди. Эгерде мен аны бугаттап салмасам, мен кайттан жаза берүүм мүмкүн. Осы сезимдин барлыгын бастаган биринчи адам мен Залқар ғой. Канчалыкты дурус барлыгын бастарын бастап, бирок оңай бере салып, келгиңиз келсе келе салып, кеткиңиз келсе кете салып, канчалыкты дурус. Бекзат до конца Диконун касында отурду мисалга. Сиз Камила ханым айтпаса, балким келмейтин да едиңиз. Мен неге андай кылдым? Соңку эфирде Бекзат Дикошту неге чакырды? Биге. Биринчи бийлеген жок. Кайрадан мен келип олтуралы деп колунан кармасам, Дико алшактатты өзүнө. Кайттан өзү келди да Дико ортага. Бекзатты көзүмен ундап келиңиз деп өзү чакырып алып, мен чакырды деп ойламапмын сол кезде. Үйгө барып видеодон жиберип атыр да адамдарча. Сосын карасам, шынымен чакырып алган экен. Мен сени вайске тартсам качтың, Бекзатты өзүң чакырып алганың калай кетти дедим. Дико айтты, мен аны чакырмадым деди. Калай сонда деп видеосын доказательствомен жибердим. Энди буга не деп айтасың десем, мен ол жерде кайттан сөзүнү башкага ауыстырды да. Вайске чакырмадым. Просто касында тур деп чакырдым деди. Эми айтсам ренжиме, айтуу керек болуп тур да. Мен сыйластык өзүмө карата көрө алмадым ол жерде. Бул ситуация энди баарыбыздын көз алдыбызда болду го, бирок шынымен де кимден кийин чыккан, мен мисалга азыр эсимде жок. Сол сәтти кесип мына жакта көрсетсек бола ма, кайталап? Расымен де Диана ымдап болсун, көзбен болсун, Бекзатты чакырды ма? Залқар, бауырыма шейин, если хочешь андай кызды бір добиваться еткің келсе, маған уважение көрсетпеді, бүйтпеді, сүйтпеді деп обижаться ете бермеші, өтініш. Енді Тұрардың сөзін перефраз жасайтын болсам, әлі де қыздың жүрегіне үмітті болсаң, онда бір қадамдар жасау керек. Үміттісің бе жалпы? Өзүмдүн чечимимди чыгаргандан кийин заблок кылгам негизи. Бир ойга келдим, сосын заблок истедим. Неге шығардыңыз онда кайттан? Бағана вроде Дико маған немесе мен оған жаза берем ғой деп блокка салдым дедіңіз. Ашық айта берсеңізші барлығын. Чемодан ұстап, мен қайтып бара жатырмын. Сізге халықтың көңілі керек па, или Диконың көңілі керек па? Бекзаттың тарапынан онда интрига көрмейміз. Сіздің тарапыңыздан интригалар өте көп. Сізге хайп керек па сізге? Бірақ сол салынған чемоданмен бейненің өзі Дианаға арналған шығар бәлкім. Диана, мен кетіп бара жатырмын деген бір белгі шығар ол. Бірінші кім салды? Нұрлан, сен ба салған? Содан кейін Залқар өзіне алды. Мен салмадым ештеңе. Сен мүлдем салған жоқсың ба? Онда айтпайсың ба, мен салған жоқпын? Бара-бара қоймай жатсыз ғой, Залқар деген сайын басымызға шығып. Залқарға сонша өштесіп кәдімгідей. Жоқ, Арыстан мен Бекзаттың қасында жүргеннен кейін Бекзаттың қаншалықты шынымен де Дикоға деген сезімі бар екенін ішіне білеміз. Соны дәлелдемейсіңдер ме қосылып? Бекзаттың қаншалықты сезім бар екен дәлелдеңдер. Неге Залқарға өшігіп жатсың? Жоқ әлде бірдеңе дәлелдемексің ба оны? Нұрлан мен Залқар араласады ғой. Менің ойымша негізі Залқар айтқан сияқты Нұрланға сен салшы осылай, оны бәрі Дикоға жібереді ғой деп. Ол мысалға Диана үшін жасалған іс-әрекет болса, мейлі, ол жарайды, махаббат жолында ғой деп айтуға болады. Бірақ әңгіме мынандай болып жатыр ғой, парақшаңның дамуы үшін жасалып жатқан іс-әрекет дегенге келтіріп жатыр ғой Диана. Енді оны Дико историясына салды. Оны халық көрді, Залқарды бәрі біліп жатыр. Ол Дико арқылы көтеріліп кету ғой. Жаман адам кетем деп қорқытады ғой негізі. Ол да манипуляцияның бір түрі ғой. Жігіт болса отырсын осы жерде до конца бастады ма, бастады. Ештеңкені интернетке салмай. Қарға риза болып тұрмын да, сабырлы да, салмақты андай провокацияға берілмей отқанына риза болып тұрмын да. Сонымен Залқар қандай сәт туралы айтып жатты жаңа, видеосын дайында деп өтінген едім. Менің жанымды таба өртенген сезім бойымда.
енді мына жерде Бексұлтан мен Майра ортаға шығып кеткеннен кейін шақыру болған сияқты Мен бірақ, шақырған жоқпын. Не істеп отырсыз? Бекіште тоже не істеп отырсың? Шықпайсың ба? келсеңізші деген жоқсың да? Не істеп отырсыз дедім. Залқар тағы да қолын ұсынып еді, қолын былай енді және одан кейін жаңағы Бекзатқа қарап бірдеңе айттың, ол шықты, билеп кеттіңіздер. Енді түсініп тұрмын Залқардың. Андай ғой жаңа бүйттің ғой сен ше Дико. Может, мен де айта алатын шығармын. Мен мына жерге шыққан кезде жынды болып кеттім ғой. Ар жағына қашып кеткені мен Нұрлан ұстап жатыр ма деп ойладым мен. Кейіннен келді, мен айттым, мен осы жерде тұрамын дедім. Басқа агрессия болған жоқ, тұрамын дедім, болды. Бекіште тоже не істеп отырсың, шықпайсың ба деді. Сосын тұрып келді жігіт. Жаман іс-әрекет жасадым деп айта алмаймын. Мен қатты наразы болып отырғаным әсіресе қырсықтық мәселесі. Осының барлығы болады да, өзі жасайды да, бірақ мен сөзге қалуым керек Бекзат. Сен өз іс-әрекетіңді түсіндіріп бере аласың ба? Расымен де неге қырсығып барып орныңа отырып алдың? Сол жерде болып жатқан заттар ұнамады. И Нұрланның шығып андай как будто ситуацияны құтқарамын деп жатыр ғой. Сол моменттердің бәрі андай добивка болды. И маған ладно, билемесе билемесіне барып отырып алдым. Сәл үміт үзіліп қалса кетіп қаласылар. Қырсық қаласылар. Сендер күресу керек сияқтысыңдар ше. Биге шақырғаннан кейін 4 секундтан кейін бұрылып кетіп қалғаның не? Ал не шықты ал сол қырсықтықтан? Қол басын сопитып, жаңағы өзімен өзі ортада тұра беретін бе еді? Қырсықтық андай болу керек еді да. Мен ортаға шықтым. Мен қырсығып тұрмын, Залқар мен сені жақындатпаймын деп айтсаң, мә қандай күшті болады бұл жерде ше. Мысалы мен ойлаймын Залқардың жасап жатқаны керісінше дұрыс сияқты, себебі Залқардың намысы бір оянып жатырғанына мен қуаныштымын. Мысалы сторисқа салып жатқаны, осы жерде ашуланып жатқаны, қызғаныштан оның барлығында ішінде бірдеме бар екенін көрсетіп жатыр ғой. Жынданып жатыр, қызғанып жатыр. Ал Бекзатқа меніңше керісінше бәрібір мысалы Біреу іштей жақсы көреді, тұнып. Біреу сырттай. Бекзат мысалы іштей жақсы көретін көрдік. іштей тынып жақсы көресің, айта алмай жүрген кезде, бірақ уже сенде айтылып қойған кезде, конкуренция тұрған кезде іштен тынғанның пайдасы бұл жерде болады ма негізі? Бұл жерде енді Бекзатқа сұрағым бар да, енді Әсел құрбысы екеулеріне тигізіп айтып кеткен болған. Сендердің шамаларың жетпейді, бұндай қызды көтере алмайсыңдар, қалталарың оншалықты қалың емес деген сияқты. Залқарға енді ешнәрсе айта алмаймын, жұмысы бар, мобилографтың да жұмысы жасайды, тамада ретінде де өлең де айтады. Ал біз сенің жұмыс орныңды өкінішке орай білмейді екенбіз. Жұмыс жағынан келгенде, иә, қазір мен жұмыссызбын. Бірақ алдағы уақытта мен өзімнің алда қойған пландарым бар.